Мақтағыз бен мысық. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, бір күні бір мақтағыз бен мысық өмір сүріпті. Мақтағыз тазалықты өте қатты жақсы көретін. Бір күні мақтағыз үйді сыпырып жүргенде бір мүйіз тауып алады. Ол мүйізді өзінің мысығымен бөліскісі келіп, оны шақырады. «Мысығым, бері келші», дейді. Мысығы ұйқысынан тұрғысы келмей, «Қазір», деп қайтадан ұйықтап қалады. Мақтағыз күтіп мысығын қайтадан шақырады. «Мысығым, бері кел, сыйлығым бар», дейді. Мысығы «Қазір», деп қайтадан ұйықтап қалады. Мақтағыз күткеннен шаршап, мүйізі өзі жеп қояды. Сол кезде мысығы да тұрғысы келмей, әрең мақтағызға келеді. Мысық: «Я, міне келдім, не болды?» дейді. Мақтағыз: «Мен жерден мүйіз тауып алғанмын, сенімен бөліскім келіп шақырдым. Сен келмей қойғаннан кейін мен мүйізді өзім жеп қойдым», дейді. Мысық ашуланып: «Сен менімен бөліспедің бе? Онда мына сүтті төгіп тастаймын», деп сүтті жерге бір-ақ төге салады. Мақтағыз да ашуланып мысыққа: «Онда мен сенің құйрығыңды жұлып аламын. Егерде сүтті алып келсең, мен саған құйрығыңды беремін», дейді. Мысық жылап, ашуланып сиырға барады. «Сиыр, маған сүт берші». Сиыр: «Му, маған жапыраға келіп бер, сосын сүт беремін», дейді. Мысық әрі қарай жүріп ағашқа келеді. «Ағаш, маған жапырақ берші». Ағаш: «Маған бір шелек су керек, содан кейін жапырағымды беремін», дейді. Мысық суды іздейді. Сөйтіп келе жатқанда алдынан су көтеріп келе жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған бір шелек су беріңдерші». Қыздар: «Бізге 2 сағыз әкеліп бер, сосын бір шелек су береміз», деп бірге айтады. Мысық дүкенге баруды ойлап дүкенге барады. «Дүкенші мырза, маған 2 сағыз бересіз бе?» дейді. Дүкенші: «Маған жұмыртқа керек еді, соны әкеліп бер, сосын 2 сағыз беремін», дейді. Мысық бір тауықты білетін, соған қаратай жүгіре жөнеледі. «Тауық, маған жұмыртқаңды берші». Тауық: «Менің жемім таусылған еді, әкеліп берсең, беретін шығармын». Мысық «Жақсы», деп кетіп қалады. Жолда жемін ініне сүйреп бара жатқан тышқанды көреді. Ол тышқанды ұстап алып: «Жаныңның барында жеміңді бер», дейді. Тышқан қорқып: «Мә, ал, маған тиме», дейді. Мысық жемді алып тауыққа, тауық жұмыртқасын, жұмыртқаны дүкеншіге, дүкенші сағызын беріп, сағызды қыздарға, қыздар су беріп, суды ағашқа, ағаш жапырағын беріп, жапырақты сиырға береді. Сиыр сүтін мысыққа береді. Мысық қуанып сүтті үйге мақтағызға береді. Ал мақтағыз мысықты кешіріп құйрығын қайтарып береді. Сөйтіп мысық еңбек етуді, жалқауланбауды үйренді. Судың да сұрауы бар, еңбек етсең емерсің, деп ата-бабамыз бекер айтпаған. Соңы.